Жо, Айбек мырза, мен сізбен келіспеймін, ана шығарып тұрған саусағыңызды бір жеріңізге тығып қойсаңыз өтініш. Неге келіспеймін? Себебі біздің елімізге импортталып жатқан киімдердің сапасы өте төмен. Сіздер киінетін жерден халық киінбейді. Халық киінетін жердегі киімдердің сапасын көрсеңіздер, жаңағы люкс, полулюкс деген сияқты копиялардың сапалары әртүрлі санатқа бөлінеді. Ана ұстап көрсеңіздер, материалы гребдишен сияқты, былайынша айтқан кезде. Сол базардағы сиганский киімдерді алатта бір ғимаратты керемет қылып ремонттайды, жан-жағына светті әдемі қылып жағады, үстіне золотистыймен емшекио пердуччи деп жазып қояды, сосын бағасын 10 есе қылып қояды, былайынша айтқанда халыққа пихать етіп отыр. Өткенде әңгіменің арасында Айбек мырзаға мен Монакодан киінем десем, тиісті органдарға арызын жазып, артынан адам салып жіберіпті. Айбек мырза сорлы. Монако дегеніміз ол Шымкент қаласындағы Республика 19 адресінде орналасқан бір точкасы. Екінші точкасы Арбаттың бойында Монако деген магазин киім, ерлер киім дүкенінің аты. Сол жерде жаңағы Каспий Ред бар, рассрочкасы бар, басқасы бар. Менің айлығым, менің семьям үлкен, отбасым кей кезде жетпей қалады. Мен де халықпен бірге Редпен киім алатын, продукт алатын адаммын. Сол жерге, Шымкентке барған сайын сол жерден киінген маған өте тиімді. Ал мына Айбек деген ишак деп бұл кісіні мақтамай-ақ қояйын, албасты мені Монако қаласында, Европада сол жақтан киінеді деп үстімнен арыз жазған. Еще қосымшасына мен неге ол кісіні ол жақтан көрмей жүрмін деп. Өз-өзін ұстап беріп отқан қарамайсыздар ма? Сол жерде Амеке деген менің бұрыннан танысым жұмыс жасайды. Осы мен айтқым келіп отырғаны, халықты сондай сапалы жерден, тиімді жерден киініп үйретсек дейміз. Айбек мырза, сол өткендегі 5-ші тоқалыңыздың шубасының ақшасына сол магазинді полностью сатып алсаңыз болар еді. Рахмет.